Барлықтарыңа сәлем. Аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Моңғол дәуірі, Қазақстан жеріндегі Моңғол дәуірі, моңғолдардың шапқыншылығы 13 ғасыр мен 15 ғасыр аралықтары. Бәріміз білеміз, 13 ғасырдағы Еуразиядағы саяси тарихына әсер еткен ең алып мемлекеттің бірі ол Моңғол империясы, моңғолдың шапқыншылығы, және де сол замандағы ең мықты, ең алып көшпелілердің аса қуатты империясына айналған ол моңғол империясы болып табылады. Моңғол мемлекетінің негізін қалаған бізе Темучиннің өзі 1155 жылы Есугей Баһадүрдің отбасында дүниеге келген, өзі 1227 жылдары дүниеден өткен. 1206 жылы құрылтай болған. Сол құрылтайда қандай нәтижеге жетті? Құрылтайда не шешілді? Біріншіден әуелі Темучин Шыңғыс хан атағын алады. Сосын Шыңғыс хан Моңғол империясының құрылғанын жариялайды ресми түрде. Және де Яса, Жасақ, Ұлы Жасақ секілді өзінің заңдар жинағын қабылдайды. Бұл Ұлы Жасақ заңдар жинағы екі бөлімнен тұрады. Негізі ол Шыңғыс ханның нақыл сөздері, және де әскери және азаматтық істер. Жаңа құрылтайда қатысып артықшылықтарға ие болғандарды біз тархандар деп атаймыз. Шыңғыс хан нақыл сөздерін біз біліктер деп атаймыз. Және де моңғолдардың басқару, әскери істеріне қатысып ерекше жоғары құрметке ие болған тұлғаларға берілген дәреже сол заманда тархандар. Тархандардың мінездемесін айтып кеттік. Яғни алдын айтып кеткендей, негізгі заң қабылданатын орган Моңғол империясында ол құрылтай болып табылатын. Яғни сол құрылтайларда екі зат қарастырылатын әдетте. Ол алдын ала болатын соғыстың жоспарлары және елшілік мәселесі. Империяның өзі 95 түменге бөлінген, және әр түменде 10 мың әскері болатын. Шыңғыс хан билеген кездегі Моңғол империясының негізгі орталығы Қарақорым болатын. Және де күшлік хан, яғни Найман ханы күшлік ханның жерін басып алуға Шыңғыс хан жебе нояндарын жіберген болатын. Бәрімізге мәлім Отырар опаты 1218 жылы болған болатын. Яғни Отырар қаласын сол кездегі билеген хан Қарахан хан болатын. Яғни Отырар қаласын жаулап алуға Шыңғыс хан өзінің екі ұлын Шағатай мен Үгедейді жібереді. Отырарды жаулап алуға Отырар мен моңғолдардың арасындағы шайқас 6 айға дейін созылады. Яғни Отырарға ол Шағатай мен Үгедейді жібереді. Сырдарияның төменгі ағысындағы жерлерді жаулап алуға үлкен ұлын Жошыны жібереді. Және де Бұхараны жаулап алуға ол кіші ұлын кенжесін Төлені жібереді. Сөйтіп нәтижесінде Бұхараны жаулап алады. Сосын 1220 жылы Жошы Сығанақты бағындырып алады. Сығанаққа бір апта Сығанақтағы күрес бір аптаға созылса, Ачинас қаласымен соғыс 15 күнге дейін созылады. Және де моңғолдарға беріліп жеңілістерін қабылдаған, яғни мемлекеттеріне деген жолын айқара ашып қайырымды қала атанған қала ол Баласағұн қаласы. Және енді келесі ұлыстарын айтып кететін болсақ, Шыңғыс хан Қазақстан жеріне 150 мың әскер санымен аттанған болатын. Сөйтіп Қазақстан жерін толықтай қамтуға, жаулап алуға оларға кеткен уақыт 1219-1224 жылдар аралығы, яғни 5 жылда Қазақстан жерін жаулап алады.
шамамен айтқанда. Сөйтіп 1224 жылы Шыңғыс хан шығыста Амурдан және батыста Амударияға дейінгі жерлерді қамтиды. Яғни ұлыстары Қазақстан жеріндегі Моңғолияның ұлыстары ол Жошы, Шағатай, Үгедейге тиесілі болады. Жошы ұлысын айтып кететін болсақ, ол Ертістен бастап Еділге дейінгі аралық, яғни батыс ұлысы болып аталады. Шағатай ұлысы ол яғни оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан жерлері, яғни қазіргі Жетісу аймағы, орталық Азия және де шығыс Түркістан. Шағатай ұлысының орталық қаласы Алмалық қаласы болып табылған болатын. Үгедей ұлысы ол батыс Моңғолия және де Алтай, Тарбағатай жерлері. Сонымен қатар Ертістің жоғарғы ағысы мен жаңағы Жетісудің солтүстік шығысы болып табылады. Ал Төле ұлысына моңғолдардың өз жерлері, яғни сонымен қатар Қарақорым деген астанасы да кіреді. Сөйтіп 1269 жылы Таласта құрылтайдан кейін 4 моңғол мемлекеті пайда болады. Бұлар Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы және де Төле ұлысы. Келесі екінші сұраққа жауабымыз бізде Алтын Орда мемлекетінің құрылуы және Ноғай ордасы. Алтын Ордада алғашқы билік еткен ханның бірі ол Батый деп атайды кейбір деректерде. 1227 мен 1255 жылдар аралығында билік еткен Жошы ханның ұлы. 1235 жылы Бату бүкіл моңғолдық құрылтайда батыс елдеріне қарай жорығын ашу керек деп жариялаған, яғни шығыс Еуропа жерлеріне. Сөйтіп ол 1236-1242 жылдар аралығында сол жерлерді басып алады. Алтын Орданың астаналары Сарай Бату, кейіннен Сарай Берке деп аталып кетеді. Сарай Берке деген мемлекет қалалар. Сосын яғни Ертістен Дунайға дейінгі бүкіл жерге үстемдік еткен Жошының ұлысы болып табылады. Алғашқы жазылған еңбек Жошы әулеті немесе Шыңғыс ханның ұрпақтары туралы. Ол Шыңғыснама деген Өтеміс қажының еңбегі. Және де қыпшақтар Батуды Сайын хан, яғни ақылды хан деп атаған екен. Батудан кейінгі Алтын Ордада билік еткен хан ол Берке хан. Берке ханның билік еткен жылдары ол 1256-1266 жылдар аралығы. Берке ханның тұсында Алтын Ордада алғаш рет ислам діні қабылданған болатын. Сөйтіп 1259 жылы ұлы Мөңке хан қайтыс болғаннан кейін бұл мемлекет тәуелсіз өте мықты алып мемлекеттердің біріне айналған болатын. Берке хан Мысыр елімен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатқан болатын 1262 жылы. Яғни ол сол кездегі Мәмлүк сұлтаны Бейбарыстың Алтын Орда ханы Беркеге жіберілген хатынан басталған болатын. Сөйтіп олар бір ортақ шешімге келген болатын. 8-ші Михаил Палеологқа Византия жерін қалпына келтіруге көмектескен осы Берке ханды болатын. Және де Алтын Орда мен Хулагу ханның арасындағы шайқаста таласқа түскен аймақ ол Оңтүстік Кавказ және Оңтүстік Кавказдағы жерлерге үстемдік етуге және сол жерді басып алу мақсатында соғысты ашқан хан ол Берке. 1258 жылы Бағдатты басып алып Аббасар халифатын күйреткен билеуші ол Хулагу хан. Кейіннен Мөңке Темір Алтын Ордада билік еткен, оны Менгу Темір деп те атайды екен кейбір деректерде. Ол 1267-1280 жылдар аралығында билік еткен. Және Мөңке Темірдің билік ету жылдарында ол алғашқы болып өзінің атына теңге шығарған және де көптеген жарлықтар шығарған болатын. Ал енді Ноғай ордасына көшетін болсақ.
Ал енді ноғай ордасын айтып кетейік. Ол Еділ мен Жайықтың арасында мекен еткен, Алтын Орданың ыдырауына байланысты және де Ақ Орданың әлсіреуіне байланысты пайда болған мемлекет. Ноғай Орданың негізгі астанасы Сарайшық қаласы болған. Және де Ноғай мемлекетінің атауы сол кездегі әскер басы қызметін атқарған, яғни Бекілербек болған Ноғай адамның есімімен байланысты. Алайда Ноғай мемлекетінің негізін қалаған алғашқы билеушінің бірі ол Едіге. Ол 1396 мен 1411 жылдар аралығында билік еткен. Осы Ноғай мемлекетінде сосын ол Алтын Ордадан бөлінуді бастаған осы негізгі Едіге болатын. Бірақ кейіннен Нұрадиннің билігі кезінде олар түпкілікті түрде толықтай Алтын Ордадан бөлініп шығып кетті. Едігеге берілген атақтар ол ұлы әмір, Бекілербек. Сөйтіп Едіге 14 ғасырдың 90 жылдарында Тоқтамыспен тоқтамай күрес жүргізген болатын. Сөйтіп соғыстардың нәтижесінде Ноғай ордасының ыдырауына байланысты, әлсіреуіне байланысты көптеген жерлерін кіші жүз хандықтары басып алған болатын. Сөйтіп Ноғай ордасының ыдырауына байланысты Қазақстан мен Ресей шекаралары бір-бірімен жақындасты. Ресейге көптеген хандықтар еніп кетті, яғни Ресей көптеген хандықтарын басып алды. Атап өтетін болсақ, Қазан мен Астрахан хандықтары мысалға. Ал енді үшінші сұрағымыз ол Моғолстан және Ақсақ Темір жорықтары. Моғолстанды айта кететін болсақ, ол Шағатай ұлысының аймағында құрылған негізгі мемлекет. 14 ғасырдың ортасы мен 16 ғасырдың басында сүрген мемлекет. Бұл елдің негізгі астанасы Алмалық қаласы болып табылған. 14 ғасырдың ортасында Жетісу, Қырғызстан, Шығыс Түркістан аумағында құрылған мемлекет болып табылатын. Моғолстан мемлекетінің құруына үлес қосқан Дулат тайпасының ақсүйегі Әмір Полатшы. Моғолстан мемлекетінің негізін қалаған ол бізде Тоғылық темір 1347 жылы болатын. Моғолстан мемлекеті жайлы деректер Мұхаммед Қайдар Дулати мен Тарихи Рашидиннің жазбаларында көп кездеседі. Және Дулат тайпасының мұрагерлік лауазымы Ұлысбегі болып аталады. 14 ғасырда осы Моғолстанда ислам дінінің таралуына үлкен үлес қосып өте үлкен көңіл бөлген атсалысқан тұлғалар ол бізде Өзбек хан мен Тоғылық темір. Тоғылық темірдің Мауреннахрға 1360-1361 жылы жасалған жорығының нәтижесінде билік басына оның ұлы Ілияс қожа келген болатын. Ілияс қожаның өзі 1365 жылы Әмір Темірмен шайқасқан болатын Батпақ даласында. Және Әмір Темірдің Моғолстанға жорықтары 1371-1372 жылдары басталған. Яғни 1370 пен 1380 жылдар аралығына дейін созылып кеткен болатын Моғолстанға шайқасы. Сөйтіп ол жеңіске жетті деп те айтсақ болады. Себебі сол кездегі Моғолстанды билеген Қызыр қожа Әмір Темірдің боданы, яғни өзінің солының құлысы ретінде санаған екен. Алайда мысалы Моғолстанның ханы Мұхаммед кезінде Әмір Темір ұрпақтарынан тәуелсіз өмір сүргенбіз деп санаған болатын. Қазақ хандары Керей мен Жәнібекке яғни қолдау көрсеткен, солармен жақсы қатынаста болған. Моғолстанның ханы ол бізде Есенбұға. Және де Керей мен Жәнібекті қолдаған сол кездегі халық саны 200 мыңға дейін жеткен. Есенбұғаның билік еткен жылдарында 1352-1355 жылдар 1452-1457 жылдарында аралығында Сырдария бойындағы қалаларға сол Моғолстанның шабуыл жасағандар ол бізде ойраттар.
сөйтіп 1462 жылы Моғолстан екіге бөлініп кетеді, батыс және шығыс аймақтары болып. Жетісуда Моңғолстан мемлекеті өмір сүргенін 16 ғасырдың басында тоқтатады. Және де Моғолстан мемлекетінің ыдырағаннан кейінгі қазақ хандығында қосылған өлке ол әрине Жетісу. Енді Әмір Темірді айтып кететін болсақ, оның өмір сүрген жылдары 1336 мен 1405 жылдар аралығы, оның шығу тегі негізі түркіленген барлас руы болып табылады. Әмір Темірдің Мауреннахрға үстемдік еткен жылдары алдына айтып кеткендей 1370-1405 жылдар аралықтары. Әмір Темірдің ұрпақтары, яғни ұрпақтарының Мауреннахрдың билігі 16 ғасырдың басына дейін созылған болатын. Яғни 16 ғасырдың басында бұл өлкедегі билік Шайбани ұрпақтарының қолына өтті, өкінішке орай. Әмір Темір мен Тоқтамыс арасындағы 1389, 1391 және де 1395 жылы шайқастар болған. 1395 жылдағы шайқасы Терек өзенінің бойында өткен болса, 1391 жылдағы шайқасы Құндызша деген жерде өткен екен. Әмір Темір Осман сұлтаны Баязидке соққы берген 1402 жылы. Ал Әмір Темірге қарсы одақ құрған мемлекет ол Ағорда мен Моғолстан әрине. Әмір Темірдің бұйрығымен салынған қазіргі Қазақстан аумағындағы көне және де киелі деп те айтуға болады сәуле өнетінің туындысы ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болып табылады. 1397 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен салынған екен. Ал Тайқазан кейіннен 1399 жылы араны 2 жылдан кейін сойыққа салынған болған. Әмір Темірдің шапқыншылығының зардабы неде десек, қазақ жерінің мәдениет пен экономикасының дамуына зардабын тигізген болатын. Және Әмір Темірдің 1405 жылы Қытайға жорығының нәтижесі ол отырар маңында қаза табады. Сол жылы, сол кездері дүниеден өтеді екен. Соңғы сұрағымызға жауап. Әбілқайыр хандығы 1428-1468 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Яғни атап тұрғандай, бұл мемлекетте 40 жыл бойы билік еткен Жошы ханның ұрпағы саналатын билеуші Әбілқайыр хан. Бұл мемлекеттің басқаша атаулары бізде Өзбек ұлысы, көшпелі өзбектер мемлекеті, Өзбек хандығы және Шайбани ұлысы болып аталады екен. Әбілқайыр хандығының шекарасы бізде батыста Жайық, шығысында Балқаш, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі ағысы және де солтүстігінде Тобыл мен Ертіс өзендерінің арасы болып табылады екен. Әбілқайыр хандығының астанасы бізде Сығанақ қаласы болып табылады. Сығанақ қаласы үшін күрес үшін 1456-1457 жылдар аралығында Әбілқайыр хан мен ойраттың билеушісі Үстемір Тайшы арасындағы соғыс жүргізіледі. Нәтижесінде Әбілқайыр хан жеңілетті. Бұл аймақтан Дешті Қыпшақ кетуге мәжбүр болады. Сөйтіп, жалпы шығыс Дешті Қыпшақта өз билігін жүргізе алмай қалады Әбілқайыр хан. Себебі қазақ хандығы құрылады бұл аймақтарда. 1468 жылы Әбілқайыр хан Алматы қаласының маңындағы Аққыстау деген жерде қаза табады. Ал Әбілқайыр хандығының ыдырауының себебі ол мемлекеттің іштей әлсіздігі және мүмкін Әбілқайыр ханның хан ретінде дұрыс билік жүргізбеген нәтижесі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.